Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен джекпотқа жаңа питомис шыққан болатын, Дрейк деп аталады. Осы питомисті түсіріп алуға тырысатын болам. Бұл питомистің навыгы, яғни адамдар дейтін аптечке жеп қолданып отырса, соны дейтін көрсетеді қай жерде қолданып отырғаны. Енді навыгы ондай бір мықты навык деп айта алмаймын, бірақ мына питомистің өзі өте керемет. Мысалы басқа навык салып, осы питомистің жүрген бір тоже әдемі ғой. Осы питомисті түсіріп алуға тырысатын болам. Ал ендеше кеттік. Сіздер лайк басып, комментарий жазып, қалға тіркеліп отырыңыздар. Так, 9 алмаздан бастайын. Жоқ, біріншіден мен дейтін персонажымды ауыстыруға негізі көмектеседі. Көбіне мен прокачкаларда осылай обычный нелерді аламын. Мұнда киндіріп қойыппын ғой, алдыма түсіріп алғанмын ғой негізі. Так, неге тұрсын рейтинг, так, осылай. И енді джекпотқа кіреміз. Қанша алмазға түсіре аламын. Так, 2 нені алып тастадым уже. Ал енді 9-дан бастайын, кеттік. Давай. Так, давай. Ема, кішкене қалып еді. Так, 7 күн. Ладно, нормально. Так, осы түсіп кетсе, так, хотя скина түсіп кетші. Опа, түспей қалған ғой. Так, 29. Неге түспей жатыр? Давай. Мынау түс. Түсіп кеткен ғой. Прикиньте, 3-ші попыткадан. Дрейк несін алып алдық. Жаман емес. Енді мен дейтін мына жерде эмоциясы бар. Эмоциясы күшті екен. Сосын дейтін или скин бар. Осы екеуін біреуін түсіріп көруге тырысатын болам, бірақ скині маған қызылы да ұнап тұр, нормально. Но сарысы болса тоже жақсы ғой. Көрейік, ал 59-дан тағы түсіріп көрейін. Так. Не түсіп кетті? Не болмайды. Так. Көп алмас кетіп жатса құртпайтын болам. Ай, түспей қалды. Так, 279-ға түсіп кетсе жақсы бар еді. Ма проп салуға керек. Түсіп кетті. Хорош. Так, түсіріп алдым. Керемет. Так, эмоциясын алдық. Ал енді питомисті көрейін ауыстырып. Так, нигін потом қоям. Взять. Так, уровень көтеріп жүрейін сразу. 2-ке, 3-ке. Так, 4-ке дейін көтере салайық. Все нормально. Достар, онда қазір енді осының навыгын тексеріп көретін боламыз. Осы питомистің. Ал кеттік. Так, достар, катқа кірдік. Қасында Грозный бар. Қазір Грозный екеуміз тексеретін боламыз. Навыгын Грозныйға көріне ма, көрінбей ма, мен темайты ма. Тек қана еле маған көріне ма. Нафиг базына қадап салдың. Стой. Аптека жесін. Давай. Аптека жесін. Да, аптечка же, бро. Істеп жатыр ма? Көрініп тұр. Ана, Широ бар ғой. Широдағыдай көрінеді екен. Міне үйде жеп отыр аптечка. Ема, көріп отасың, қай жерде жеп отыр. Ема. Нормально. Хорош. Теперь атака жесін. Басын версаш. Болды. Білмеймін. Көрмейді ғой? Не көрінбейді? Мен білмеймін, не көрінбейді. Әштен қой. Что? Білмеймін, не көрінбейді. 20 хп ғой. Ана айтам, ана. Міне шықта. Көрдің бе? Иә. Ләбір бесполезно ма? Жоқ, онша емес. Достар, өздеріңіз көргендей, бұл питомис 30 метрға дейін көрсететін болады аптечке қолданып отырған адамдарды. Егер питомисті 6-шы максималды уровеньға дейін көтеретін болсаңыздар, 30 метрға дейін көрсетеді. Ал егер көтермесеңіздер, 10-20 метрге дейін көрсетеді. Енді уровеньға байланысты. Сосын тек қана 3-ақ секунд көрсетеді. Метка шығады, 3-ақ секунд болды, содан кейін көрсетпейді. Мен ойымша онша емес питомис. Егер де адам сізге қарама-қарсы қарап тұрса, сіз адамды көріп тұрсаңыз, ол сізге көрсетпейді, тек қана көрмеген кезде көрсетеді. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге жаңа питомис ұнады ма, ұнамады ма, комментария жазып кетіңіздер. Если ұнаса, лайк басыңыздар. Және де комментарияға бұл питомисті қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма, соны комментария жазып кетіңіздер. Осымен видео аяқталды. Давайте сау болыңдар.